түсімде менің жолдасым маған көзіме шөп салды деп. Бұл не мағына білдіреді? Кейде сол үшін ұрысып қалатындар бар екен. Иә. Енді алғашқы қауымды алатын болсақ, олар шекараны білмеген. Бізде ішкі болмыс бар, кейін сыртқы болмыс бар. Сонда бір аборигендер, білмеймін енді, Жаңа Зеландия ма, Австралия ма, сол жақтың әңгімелері бар оқулықтарда, алғашқы қауымдастықтың түстері. Ей, Айдар, менің түсінде сен түнде менен 4 қалғалпсың. Қайтар десе, ана бейшара Айдар шынымен де қайтарады екен. Ол түсінде болған нәрсе. Бірақ қайтарғанда шынымен қайтарады. Сонда кейде біздің адамдар әлге дейін сол алғашқы қауымның адамдарының психологиясының деңгейінде ана іштегі болған оймен сырттағы болатын нәрсені екеуінің айырмашылығын білмей тұр. Мен мысалы ішімде жек көрем бір адамды. Бірақ сырттай дипломатия ғой. Сіз біз деп шай беріп отырамын. Сонда бәрі ол жерде айырмашылық болу керек. Жаңа сіздің айтқан адамыңыз біріншіден сол айырмашылықты білмей тұр. Онда мүмкін ол кісі психиатрға жүгіну керек шығар, тек психоаналитикке емес. Бұл екі болмыстың ішкі болмыс, ол шынымен де ол болмыс, ол бар нәрсе. Бірақ сыртқы болмыс басқаша нәрсе ғой. Ол да бар болғанмен. Ал екінші бізде проекция деген нәрсе бар. Ол өзінің хаты ғой. Өзінің жаны өзіне хат жазып жатыр ғой. Сонда ол өзінің тілегі. Мен барып кетсем, ана қыздың көтені мынандай, мына келіншектің көтені мынандай, ах деп өзі қызығып жатыр. Бірақ ар ожданы рұқсат бермей жатыр. Цензура деген нәрсе бар. Түс көргенде сөйтіп өзінің қалауын әйеліне тірестіріп қояды ғой. Ал енді тағы 5-6 енді әйелімен сөйтіп ұрса берсе, күнің бір күн ажырамай ма? Ажырағанда онда енді ана көтені қылпылдаған қызға енді бара береді. Енді рұқсат.